Номер 14 Әбіл Нүсіпбаев атындағы орта мектеп, бастауыш сынып мұғалімі Хамитова Динара Досболовна. 7 бөлім су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы негізгі және туынды сын есім. Сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бұл сабақта тапсырмалар орындай отырып, негізгі және туынды сын есімді анықтауды үйренесің. Су қандай болады? Су сұйық, түссіз, иіссіз, көгілдір, мөлдір, дәмсіз болады. Енді негізгі туынды сын есімдерді ажыратып көр. Мәтінмен жұмыс. 13-ші жаттығу. Судың да сұрауы бар. Қазіргі уақытта жер шарында жыл өткен сайын ауыз судың қадірін біліне түсуде. Дүние жүзінің көптеген елінде су сату үйреншікті іс болып саналады. Дамушы елдердің кейбіреулерінде отбасы табысының 10% су сатып алуға кетеді. Грек елінің кейбір өңірлерінде су алыстағы таудан тасылып әкелінетіндіктен оның бағасы қымбат тұрады. Су цистернамен әкелінетін ауылдар өз елімізде де кездеседі. Жер шарында тұщы су қорының шектеулі екені анық байқалады. Сондықтан судың да сұрауы бар деген халық даналығын әр уақытта есте ұстаған абзал. Түсіндірме сөздік. Өңір. Өңір дегеніміз балалар аймақ, төңірек, алқап дегенді білдіреді. Цистерна. Цистерна дегеніміз сұйық затты тасымалдайтын үлкен ыдыс. Мәтінде не туралы айтылған? Судың қадірі дегенді қалай түсінесің? Мәтін неліктен судың да сұрауы бар деп аталған? Сен қалай ойлайсың? Су тіршілік көзі. Сәлем, мен Русланмын. Мен мектепке жиналғанда, немесе достарымен далаға ойнауға барғанда, әрдайым өзіммен бірге су алып жүремін. Неліктен екенін білесіңдер ме? Су өте маңызды элемент. Сусыз жер бетіне өмірде болмайды. Біздің организміміз 60%-ға дейін судан тұрады. Бірақ судың организмдегі мөлшері тұрақты емес. Су біздің денемізден келесі жағдайларда шығады. Терлегенде, дәретханаға барғанда, үлкен және кіші дәретпен, тіпті тыныс алған кезде. Біз тыныс алғанда ылғал ауаны шығарады екенбіз. Жасқа, салмаққа, жынысқа және дене белсенділігінің деңгейіне байланысты бізге судың әртүрлі мөлшерін ішу қажет. 6-8 жас аралығындағы балаларға күніне 6 стақан су ішу қажет. 9-дан 13-ке дейінгі жастағы балаларға күніне 7 стақан. Ал 14-тен 18 жастағы жасөспірімдерге күніне 8 стақан су ішу қажет. Несептің түсіне қарап, суды қаншалықты жеткілікті мөлшерде ішетінімізді білуге болады. Егер несеп ақшыл сары түсті болса, суды жеткілікті ішуді білдіреді. Ал егер несеп қоңыр сары түсті болса, сусыздануды білдіреді. Демек, шұғыл түрде ішетін судың мөлшерін арттыру қажет. Организмге су жетіспегенде сусыздану орын алады. Оның көріністері келесідей. Шөлдеу пайда болады. Бас айналуы, бас ауруы, немесе шаршау болуы мүмкін. Ауыз құрғайды. Ерін мен дене терісі құрғайды. Несеп қоңыр түсті болады. Егер осы белгілерінің бірі байқалса, міндетті түрде су ішу қажет. Суды күні бойы аздап жұтып ішу қажет. Әсіресе қатты терлеген кезде су ішу маңызды. Біз келесі жағдайларда терлейміз. Белсенді ойындар кезінде, спортпен айналысқанда, немесе үйді жинағанда. Далада немесе бөлмеде ыстық болғанда, ауырған кезде. Естерінде болсын, ыдыстағы суды күнде ауыстыру қажет. Және суды ауыстырған кезде, әрдайым ыдысты таза сумен шаю қажет. Менің әрдайым өзімен бірге су алып жүруімнің себебі енді түсінікті болар. Суды көп ішу қажет. Сонда денсаулық мықты болады.
Келесі тапсырмамыз балалар 14-ші жаттығу. Тыйым сөздерді қолданып, суды дұрыс пайдалан нұсқаулығын толықтырып жазамыз. Бұл жердегі тыйым сөздер балалар: барма, қалдырма, баспа, түкірме, төкпе. Келесі тапсырмамыз ойыңды бөліс. Суреттегі балықтарды салыстыра отырып, сипатта. Мына жерде балалар балықтар берілген бізге: сазан, шортан, тыран. Тірек сөздер: жалпақтау, ұзындау, кішірек. Яғни суреттегі балықтарды салыстыра отырып, сипаттап шығамыз. Келесі тапсырмамыз шығармашылық тапсырма. Түбірлес сөздердің дұрысын қойып, мәтінді толықтыр. Мысалы, судың жағасында тоғай өседі. Тірек сөздеріміз: суды, сумен, судың, суда, судан. Әрі қарай өзіміз орындаймыз. Келесі балалар, сын есімдер ұясы ойыны. Мына жерде бізде сөздер берілген. Осы сөздердің ішінен сын есімдерді тауып, мына ұяға қондырамыз. Балалар, есімізде сақтаймыз: сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есім негізгі сын есім. Ал түбір сөзге қосымша жалғану арқылы жасалған сын есімді туынды сын есім дейміз. Бүгінгі сабақта белсенділіктерің үшін рахмет балалар. Енді өзімізді бағалайық. Қызыл күнді таңдаған бала: мен үшін сабақ қызықты болды, барлығын түсіндім. Күлгін күнді таңдаған бала: сабақ қызықты болды, бірақ маған әлі де көмек қажет. Сары күнді таңдаған бала: мен ештеңе түсінген жоқпын. Назарларыңызға рахмет.